Сәлем баршаңызға. Бүгінгі видеода логотип жасау жолын көрсететін боламын. Логотипті WhatsApp авасына, Instagram авасына немесе YouTube каналдың авасы ретінде қолдансаңыз болады. Ол үшін бізге Canva деген приложение қажет болады. Приложениені ашамыз. Ашқан бетте осындай бет ашылады. Осы жерден логотип деген түрін таңдаймыз. Өзіңізге қажетті стильді, теманы, түсті таңдап аласыз. Сөйтесіз дағыны өңдейсіз. Платно дегенді қолдана алмайсыз. Алдыңғы видеода обложка жасау жолын көрсеткен болатынмын. Ал бұл жерде дәл тура сондай етіп жасайсыз. Ешқандай өзгерісі жоқ. Тек қана логотип деп таңдайсыз. Қалған бәрі тура солай жүретін болады. Мысалға, мына жерде править дейміз да, өшіреміз. Өзіміздікін жазамыз. Мынаны үлкейтіп кішірейтсеңіз де болады. Осылай кішірейтесіз. Ортасындағы сызықтар арқылы түп түзу етіп қойсаңыз болады. Осылайынан түстерін өзгертесіз. Қажетті етіп өзіңізге элементідан әртүрлі рамка, фон қойып алсаңыз болады. Және де мынаның түрін де өзгертуге болады. Үстінен басып осылай тек қана белый етіп өзгертсеңіз де болады. Осында белый түрін таңдаймыз. Мынаның түрін өзгертемін, тоже красный қылам. Және де ортасына текст жазамын. Фаберлик деп. Үлкен әріппен жазамын. Фаберлик. Көріп тұрғандарыңызда текст көрінбейді, себебі ортада красный міне. Жазу түсініксіз. Шрифт өзгерту керек. Түсінікті шрифтті таңдаймыз, что басқа адамдар сіздің жазуыңызды түсіне алуы керек. Осылайын таңдап, осыны үлкейтсек болады. Осылай өзгертеміз. Жоғарыда тұрған стрелканы басып, сақтап аламыз. Осылай сақтап береді. Видеоны ұнаса лайк басып тіркеліп қолдап кетуіңізді сұраймын. Сау болыңыз.